Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде керемет шығарылым ойнады. Себебі сіздер алдын айтқан Данияр бүгін бізге қонақта. Қалайсың, Данияр? Жақсы, қалайсыңдар достар? Бүгін біз Даниярдың телефонда не бар, соны бірге білетін болам. Сонымен бастайық. Кеттік. Go. Ең бірінші, Данияр енді ютубер болғаннан кейін, Данияр ютубта қандай видеолар көреді, соны көрейік. Ютубта историясы көрейік. Так, ютубқа кірдік. Историяны көрейік. Көрсеңдер. Не бар екен өзім уже. Мен басында анда өлеңдер тыңдаймын. Ютубта, иә? Интервьюлар көремін. Интервьюлар көремін. Қазақтардың интервьюларын көремін. Мысалы? Мысалы алдында Қырандыкін көрдім, сосын Нұрлан Имамдыкін көрдім. Нұрлан Имам топовый. Так, нерді қара. Нақты по-моему өлеңдер, иә? Музыка тыңдайды екенсің, одан кейін көлікке обзор, Олжас Оқас, тест-драйв, BMW X5. Соны жаңа көрейін дедім де, сосын шығу керек болды, тасып кеттім, сосын көрдім. Алғың келіп жүр ма X5? Жоқ, просто кім, блогер ұнайды маған, Олжас Оқас. Иә, жақсы түсіреді. Сөз саптауы өте керемет ол кісі. Иә, өте грамотный. Одан кейін Садыралинің өлең тыңдапсың, қалай? Күшті ұнайды маған өлеңдер. Өлеңдер ұнайды. Одан кейін Жандос Қаржаубай дейді. Жандос Қаржаубай деген кім? Көз моншағым деген. Иә. Мынақтағы тұрған өлеңдердің бәрі маған ұнады. Мен тыңдай беремін соларды. Иә, шынымен нерді байқайтын болсақ, Телеграмда тыңдаймын, ютубта тыңдаймын. Нерді қарайтын болсақ, көпшілік музыка тыңдайды екенсің. Иә. Нерді тек қана музыка тыңдайды екенсің ғой ютубта. Жоқ, потому что компьютерді монтаж жасап болғаннан кейін уже наушникпен өлең тыңдауға болады, мен ютубтан өлеңдерді жіберемін, и өздері кете береді. И содан ғой ютуб нетіп қойғанмын. Одан кейін ННН Lamborghini урус. Соны көрдім кеше ма? Кеше ғана. Мистер Бенс дейді, Рамазанның видеолары. Одан кейін, енді мынау сұрақ енді топ беттері. Енді сен үшін топ 3 ютубер кім? Бүкіл әлем бойынша? Бүкіл әлем бойынша әрине Мистер Бист. Мистер Бист. На данный момент. Потом кімді қойсам болады? Мен осындай кезде ұмытып қаламын бәрін. А4-ні қоя салайын. Хоть и детский контент түсірсе де. Бірақ, молодец, пахар ғой. Күшті түсіреді. И мен үшінші блогер. Қазақстандық. Олжас Оқас қойсам. Олжас Оқас. И Марк Диксон. Марк Диксон да қойсам. Ол да Қазақстандық қой. Иә. Көлік жарыстырды көрсететін. Иә, соларды көремін. 15 минутта доставка шықты. Яғни айтқан кезде 15 минуттың ішінде сенің азық түлігіңді курьер жеткізіп береді екен. Қазір соны тексеріп көрейік. Шынымен жеткізіп бере ала ма, бере алмай ма? Ол үшін біз қосымшаға кіреміз. Осы жерде азық түлік жеткізу. Осыған кірген мына жерде мекен-жайымызды таңдаймыз. Мекен-жайымды жазайын. Мекен-жайымызды жазып болғаннан кейін мына жақта мен қазір өзіме енді көп тапсырыс бермей-ақ қояйын. Мен өзіме мына жерде шоколад и кока-кола тапсырып берейін. Бірақ мына жерде байқасаңыздар сүт өнімдері, нан өнімдері, дайын тағамдар, дайын өнімдер, жұмыртқа, су, тіпті мына жақта мысыққа, итке арналған тағамдар, ет, құс барлығын тапсырыс беруге болады екен. Бірақ енді мен оны жасамай қойын. Қазір тек қана мен өзіме шоколад пен кока-кола тапсырыс бердім. Так, осыны тапсырыс бердім. Таңдау. Өтем. Так, төлем ақы жасайын. Мінекей төледім достар. Қазір сағат 21:08. Енді көретін боламыз. Шынымен де біздің тапсырысымызды 15 минутта алып келе ма, келмей ма? Қазір көретін боламыз. Әдетте курьер ең тез дегенде 30 минуттың ішінде келеді. Ал енді мынаны көрейік, 15 минутта келе ма, келмей ма? Мінекей достар, біздің тапсырысымызды 15 минутта емес, өкінішке орай, бірақ 17 минутта алып келіп берді. Енді сөзін ашырып, біздің үйге кіремін дегенше уақыт өтіп кетті. Енді сонда да 17 минутта да әкеп берсе де, бұл шынымен де тез деп айтсақ болады. Сонымен достар, енді біз Данияр TikTokта қандай видеоларға лайк басады екен, соны бірге көрейік. Енді мына TikTok 31 мың оқырман, мінекей TikTokта лайк басқан видеолар. Бірінші кеттік. Иә, кеттік. Бірінші видео нерді? Мен TikToктан көліктерді жақсы көремін қараған. Приколдар. И там чуть-чуть қыздар. Кеп тұрсақ көре берем десе. Примерно солай. Нерді сөзің ашырық. Шынымен бірінші видео, нерді лайк басқан видео. Ағылшынша обзор. Карвау деген канал. Бұл жерде чисто не ғой, гонки ғой тоже. Ағылшынша түсінесің ба? Жартысын түсінемін. Жартылай түсінемін. Идеально түсінбеймін, но жартысын түсінемін. Уровень қандай, деңгей қандай? Уровеньді білмеймін. Сөйлеген сөздерін былай кішкене түсінемін. Идеально түсіне алмаймын, өкінішке орай. Керемет. Көлікке байланысты канал, одан кемерді. Өзім видеом жаңа үйде отырып сала сағым. Телефонда не бар, соларды саласам да удалыстан видео бар.
базар өз ойнаса тіркеліп кетіңіздер достар. Одан кейін Бұл ау бізде мынау қалаларды, мынау фотограф қой. Маған ұнайды қалалар всякий осындай күшті фотографияларды көру и мынақта угадывать етесің, то есть мынақта уровень и типа дальше угадать етесің, айтасың. Мынау сондай кім? Тиктокер, соған тіркеліп қойғам. Алекс дейді, Алекс деген фотограф. Барлық видеоларын қарап шықтым, угадывать еттім. Иә? В общем, қалаларды ұнаған қалаларды ұнайды маған. География ұнайды, иә? Одан кейін ау Мынау Гуджа деген тиктокер, блогер. Осында приколдар рассказать етеді. Иә, өтті. Мына жаңағы тоже. Ана Карвау деген. Сол, по-моему. Көлік жарыстар. Велосипедпен жарысады ма? Ана жаңадан шыққан мәші ғой. Қасында соны тексеріп атқан. Базар салыстырып. Велосипедпен машина жостық етті. Блин. Негізі ана машинаға не қойған сияқты, негізі сың сияқты велосипедпен жарыстырады. Білмеймін. Ну, прикольно. Иә, прикол ретінде жасап отыр ғой. Осын зашкварный да видеолар осылардың. Ешкім істемейтін заттар істейді просто. Негізі қызық екен шынымен. Карвау деген 917 мың оқырманы бар екен. Одан ютубта да, тиктокта да тіркеліп қойған осыларға. Карвау. Қызық екен. Одан кейін келесі бізде. Бұл бізде не ғой? Өзің видео. Анда-санда видеолардағы күшті моменттерді тиктокқа саласам. Мынау, например, әлі шыққан жоқ ютубта. Мынау әлі шыққан жоқ? Иә, қазір шығару керек негізі бүгін. Ұмытып кеттім оны. Жет көріп жатсың мына видеоны. Көріп қандай видео шығарады екен, Данияр. Просто скилл. Мынау ютуб қатты прям скилловый деп айта алмаймын, просто сала салдым. Өтсе өтеді деп. Комментарий қарашы. А то тиктокқа просто ештеңе салмай кеттім де алдында. И басынан салып бастадым. Таник топ деді. Кия ұнайды, капет. Сосын лайк ете салған. Былай айтайықшы, қазір сенің сүйікті топ 3 көлігің қандай? Так, Mercedes, BMW, екеу кетеді и... Блин, үшінші машина не қойсам болады? Кия ма? Или... Кия, өзімде қазір Кия, бірақ Кияны айта алмаймын күшті деп. Ну, жақсы машина, давайте Кия дей салайық. Кия да? Mercedes, BMW, жақсы. Ну, иә, Mercedes, BMW қатты ұнайды. Мұнаны мен не үшін лайк ететкенімді білмеймін. Бірақ лайк басылып кетеді. Бірақ сен айттың сразу уже Mercedes, BMW. Иә, сразу кетті. Ана қыздар кетті ма? Бана сен айтқан қыздар ғой. Шығып тұрса көре беремін деген. Иә, шығып тұрады. И уже лайк. Ару деген қыз. Ару деген. Честно, танымаймын, мен даже не подписан. Шыға береді ғой олар. Мерседестің фанатым ғой. В общем, көлікке байланысты видео болса, сен лайк басады екенсің. Ол просмотр көп болсын, аз болсын. Иә, ол шыға береді. Без разницы қандай видео. Машинаны соған басып. Одан кейін яқта тағы 3 қыз шығып тұр екен тиктокта. Мыналар таныс қыз ба или? Жоқ, мен тиктокта қанша ешкім таныс емес. Просто шыға береді. Если осы қыздар осы видеоны көріп отқан болса, сіздерге Данияр лайк басты. Или кессеңіз өшір. Жоқ, нормально. Болды. Одан кейін мына қызда. Аты жазылмапты енді. Ау? Есімі жоқ екен. Безіменный қыз ба? Иә. Өлең айтты маған. Өлең үшін лайк басты. Бірақ қызда жаман емес екен. Солай шығар. Иә? Уже ұмытып қалдым. Кімге лайк кеткен. Түсінікті. Даниярдың тиктокта қандай видеолар лайк басқанын көрдік. Әсіресе көліктер өте қатты ұнайды екен. Одан кейін бағана арасында қыздар шығып тұрады екен және приколдарды көп көреді екен. Кеше приколдардың күні болды. Кеше чисто приколдар шыға берді, лайк басын. Бүгін машиналар мен қыздар болып кетті. Машинаны өте жақсы көрдім, соны көрдім, соны түсіндім. Ол лайк көп, аз, қызық емес. Машина шықса, үнемі қолдап отырады екен. Керемет. Жалпы, сонымен достар, Даниярдың тиктокта қандай видеоларға лайк басқан көріп біттік. Енді бізде келесі. Сонымен достар, енді біз Даниярдың Google'дан не іздепті, соны көрейік қазір. Google'ға кірдік. Соңғы рет не іздепті Данияр? Соңғы рет. Так, переводчик. Переводчик мен
Неге орысшадан қазақша? Кей кезде мен уже ютубта қанша мыңнан астам видеолар бар, и мен уже фантазиям жетпейді да, видеоның атын қалай қойсам екен деп. Орыстардікін қараймын да, переводтаймын да. И мен сөйтіп бір бәлестеп құрастырамын. Из-за этого переводчикпен пайдаланамын. Түсінікті болды. Болмайтын сөздер шығып қалса деп қосып жібере саламын да сөйтіп. Негізі қызық аударады, негізі переводчик ше бізде. Не 100% дұрыс болмаса да кейбір сөздердің болады енді. Одан кейін переводчик английскийден орысшаға, ағылшыннан орысшаға аударады. Английскийде солдай. Одан кейін погода Алматы, Райм, Артур, Лава текст дейді. Өлеңді тиктокта көп естігемін де. И солардың өлеңі болып шықты да, поэтому қойған болды, текстін көрейінші деп не туралы әңгіме. Не туралы екен? Не естіп өтін өлең? Сол бір бәле. Ұнады ма? Бір отрывок, мен именно бір отрывокта не айтады екен деп кірген ғой сол. И сол көрдім. Не так па? Короче, қазақша орысша екен сөйтсе. Одан кейін Абир Касенов дейді. Абир, ол тоже певец, бір кеше өлең тауып алдым, соны жазған ба? Соны іздеген ба не? Мен оны ютубқа по-моему жазғанмын. Жоқ, мен оны ютубқа жаздым, потом национальностьті көру үшін гуглға жаздым. Кім екен? Қазақ па, қырғыз ба біреу екен. Просто қырғыздардың комментарий кетті, қырғыз ба не деп кірейін деп жазғанмын ғой. Сөйтсе таппадым кім екен. По-моему қырғыз, бірақ өлеңі күшті екен. Қазақша цитата Инстаграм дейді. Алдында Инстаграмға сурет салғам. И тоже самое, не жаздым білмеймін. Дайын алдың ба? Қазақша цитаталарды қарадым, какой-то бәрін ұзақ-ұзақты, не айтшым, тасташ деп сәлем деп жаздым. Одан кейін қазақ цитата мотивация дейді, сондай нәрселер. Одан кейін калькулятор дейді. Калькулятор, менде компьютерда калькулятор деп поисковик жазсам шықпайды. Поэтому мен гуглға калькулятор деп жаздым. Жалпы түсінікті болды. Болар сіздерге де. Кім машина айдайды? Кім машина айдайды. Одан кейін 70 май деген қосымша бар екен. Бұл уже видеорегистратор, алдында инстаграмда көрсеткенмін. Машина жүріп келе жатқанда видеорегистратор іліп қоясың ғой. Соны мен сатып алғанымда, оқта экраны жоқ. И телефоннан приложениені качать етесің, и ол жақтан көре алады екенсің. Мынау камера ғой сонда, Dashcam деген M50, M500 деген. Xiaomi бар ғой, соның компаниясы екен. Xiaomi'нің компаниясы. Солардікі. Видеорегистратор керек болса, мінеке осын қолдансаңыздар болады. Одан кейін Dodo Pizza. Пицца жақсы көремін. Именно Додоныкін. Додоныкін. Реклама. Жоқ, именно деп айтамайым, бірақ бұлардікі удобнее. Мысалы, бара жатсам, приложениеден заказ беріп қоясың. Алдын ала да? Алдын ала. Одан кейін мына жерде CapCut бар екен. Енді осылар монтаж жасайсың ба, қолданасың ба? TikTokта бір күшті атып кеткен видеолар шықса, кірем CapCutқа қалай істеді деп, сол тоже істеймін. Сосын жанып кетемін да шығып кетсем. Сол болып кете ба? Одан кинопоиск көресің ба кино? Кино, менде Яндекс Плюс бар, бірақ кино көрейін деген алдына кірдім. Көре алмадым, сосын шығып кеттім. Ыңғайсыз болып кеттің ба? Таппадым, просто қалай кино көреді деп шығып кете салдым. Киви, Алтын деген банк, Халық банк. Одан кейін келесі не жерде қосымшалар. Одан кейін ойындарға келек. Сенде қандай ойын бар? Менде бірақ ойын көп. Мен негізі екі ойын ойнаймын, біреусі машина. Рейсинг кар, да? Интернет болмай кетеді ғой, негізі осыған кіремін, когда скучно болса. И не бар, дурак ойыны бар, бірақ что-то телефонымда жоқ. Өшіп кетті ғой? Кетіп тұрсам, или білмеймін. Осы ойынды ойнайсың да? Если интернет болмаса, осыған кіріп кетемін. Интернетсіз ойнай беру ол да? Интернетсіз ойын ғой. Егер сіздер интернетсіз уақыт өткізуге ойын іздесеңіздер, онда рейсинг кар. Осы ойынды ойнасаңыздар болады. Сен ютубта музыка тыңдайсың? Ютубта тыңдаймын, телеграмда тыңдаймын, и кей кезде Яндекс поиск. Яндекс музыка? Яндекс музыка. Еще ВКонтакте бар. Еще ВКонтакте бар. Төрт жақтан тыңдайсың? Неге олай? Неге бәрін бір жерден тыңдау? Компьютерда отқанда ютубтан ыңғайлы, потому что қосып қоясың, наушникта отырасың. И ВКонтактені тыңдаймын, потому что ВКонтактені телефоннан жауып қойсаң, өлең тыңдай алмайсың. Телеграмнан тыңдаймын, потому что телеграмнан любой өлең тауып аласың да, поискқа жазасың. Любой өлең? Мысалы, телеграмда бар өлең, Яндекстан таппадым мен. Поэтому телеграм мен Яндекс ғой, в основном телеграм мен Яндекстан тыңдаймын. Бұлай қарап тұрсақ, меломан болып тұрсың ғой негізі? Музыканы, жақсы көремін өлеңдерді. Ескілерін, жаңаларын, қазақшасын, орысшасын, ағылшыншасын. Меломансың? Сен үшін топ 3 музыкант? Топ 3 музыкант? Топ 3 әнші или топ 3 ән? Топ 3 ән.
или өзіңе топ іштемей ақ қойып, өзіңе ұнайтын. Осындай кезде, вот в принципе мына жақтан Қарап таңдасақ болады. Так. Қазір соңғы өлеңдер менде не болып кетті? Қазіргі кезде. Ескі өлеңдер. Райым мен Артурды айтсақ болады, күшті өлеңдері. Қайсы? Райым мен Артурдың ба? Барлық өлеңдері ұнайды маған. Мына жақта Шиза жүр. Мына өлең күшті екен тоже Шизаны қоссам. Шизаның өлеңі? Иә. Кейде бір бәлет. Осы өлең. Жаңадан шыққан өлең бол? Жоқ, ескі өлең ба? Түсінбедім, әйтеуір 2 жыл бұрын деп тұрып, по-моему. Ескі өлең, по-моему. Потом дальше мына чисто бұрынғы өлеңдер, чисто ностальгический. Сосын кім бар мына? Ана Джонни дейтіндерді тыңдаймын, кстати. Джонни, Мони. Так дальше кімдер бар? Всякие ТикТок. В общем, ТикТоктан не өлеңдер көрдім, бәрін мақтап бар. ТикТокта и өлеңдер үшін тоже отырамын. ТикТокта да? Иә. Меломанкесің. Мен таңғалдым. Менде тек қана бір-ақ нәрсе ғой. Бір ғана қосымшаны тыңдаймын. Одан артық болса уже. Мен кайфовать етемін. Анақта бар өлең, анаққа кіремін, анақтан сөйтіп ауысып жүрмін. Керемет, керемет. Келесі бізде Данияр Инстаграмда не көреді деген соны көрейік, рекомендациясын көрейік. Даже не машина ба? Барлығы машина ба? Машина ба не? Барлығы машина. Машина и сағат. Инстаграмда мен сағат пен машиналарды жақсы көремін. 99% неде барлығы машина, бірақ сағаттар ғой негізі. Жоқ, дальше кетсек, мен ойша тағы да сағаттар шығады қазір. Қара көлік, тағы сағат. По-моему, Инстаграмда тек қана машина. По-моему, 95% иә машина. Тек қана көлікке байланысты видео көрдік. Енді шынымен өзіңнің енді көлікті сүйетінің көрініп тұр негізі. Ютубта контентінде қарайтын болсақ. Солай енді машина жақсы көремін. Машина жақсы көреді екен. Керемет. Мен таңғалдым, не араласу керек қой, арасында қыздар да жоқ қой не машина. Қыздар үшін TikTok бар ғой. Қыздар үшін TikTok бар. Әдем жауап. Түсінікті, мына жерде Mercedes, Porsche. Иә, Porsche. Ona Lambo, иә? Ескі Lambo. Иә, Lamborghini. Murcielago. Бағана біз айттық қой, қандай көліктердің маркасын айттық, моделін айтшы, өзіңе ұнайтын, алғың кеп жүрген. Маған негізі гелик ұнайды, новый, Урус ұнайды. Жоқ, Урус нормальный. Кстати, новый Ferrari шайын отыр, джип. Сол ұнап қалды маған. Новый Ferrari? Иә, джип. Мен саған эксклюзив дегенсің ба? Иә. Осы машина ұнап қалды, потому что мотор мощный екен. Например, Урусты алатын болсақ, ода V-образный восьмерка, нақты V-образный 12 цилиндр, короче. 12 цилиндр. Чем больше цилиндров қалай орысша кеттім. Айта бер, тем лучше звук қой, былайша. Дауысы қатты жатты. Дауысы ұнайды. Мысалы кейбір адамдар қатып қалады ғой бір машинаға. BMW дейді та, Mercedes жамандайды. Mercedes жақсы көремін деп BMW жамандайды. Менде ондай жоқ. Негізі сондай. Маған қандай модель ұнайды? Мысалы Mercedes'те гелик мощный, S-класс мощный, BMW-де пятерка мощный. И солай. Мен мысалы Mercedes-тің дауысы күштірек деп айта аламын. Но BMW-ні жамандап жатқан жоқпын. Кейбірлері бар, наоборот жамандайды. Даже үлкен кісілерді көресің ғой, анау машина говно дейді. Түсінбеймін ондайларды. В общем, жақсының жақсылығын айтты. Иә. Андай бір машина күшті, анау жаман деп айту деген жоқ. Наверное, музыка сияқты ғой. Анау бәрін айт. Бөліп жармаймын десе, жақсы болса мақтау көріп, жаман болса жамандаймын десе. По факту. Три факты. Достар, бүгін біз мінекей Даниярдың телефонында не бар, соны көрдік. Дәл осылай сіздерге ешкім көрсетпейді. Яғни телефонын алып келіп көрсетіп, ішінде не көреді, не қылады, қандай ойнайды, соның бәрін сіздер үшін көрсетеді. Сондықтан не істейсіздер? Лайк басыңыздар. Иә, басыңдар. Міндетті түрде. Ал Данияр оқырмандарыңызға айтатын сөзіңізді. Енді мына видеоны көпшілік 99% сенің фанаттарың көрді осы видеоны. Мен бәріне рахмет, кім мені қолдап жүр, кім менің видеоларымды көреді, кімге мен қызықтым. Сол қолдауларыңызға рахмет, шақырғандарына рахмет, лайк басып каналға тіркеліп жүріңдер и комментарий қалдыруға ұмытпаңдар, пікірлерін жазып обязательно. Рахмет. Мен бәрін оқимын. Иә, рахмет достар, осылай қолдап жатқандарыңызға. Сондықтан достар, қазақша контентке қолдауларыңызды үнемі аямаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Рахмет.